Астана қаласының Қарбалас көшелерінде адамдар күнделікті тіршілігімен айналысып жүрді. Жаңбырлы кештердің бірінде, сәнді кафелердің бірінде Айнұр достарымен кездесу үшін кіріп келді. Ол жас, әдемі, әрі болашағынан үміт күттіретін дизайнер еді. Кафеде орын алып, шәй күтіп отырғанда, кенеттен оның үстелін бір жігіт қағып кетті. «Кешіріңіз, байқамай қалыппын», деп жігіт жылы жымиып тұрды. Бұл Әсет болатын. Әсет табысты бизнесмен, сырт келбеті тартымды, көздері терең ойлы. Әсет Астанадағы ірі компаниялардың бірінің негізін қалаушысы. Оның беделі мен байлығы да көпшілікке танымал еді. Бірақ бұл жарқын бейненің артында ішкі күрес пен қайшылықтарға толы өмір жатты. Әсет ұзақ жылдар бойы Жанар есімді әйелмен бірге тұрды. Олар алғашқы кезде шынайы махаббатпен қосылып, екі ұл тәрбиелеп өсірді. Бірақ соңғы жылдары олардың қарым-қатынасы салқындай бастады. Жанар үнемі отбасы, балалар және үй шаруасына көп көңіл бөлсе, Әсет уақыт өте өзінің рухани жалғыздығын сезіне бастады. Күнделікті тұрмыс тіршілік, жауапкершіліктер, міндеттер арасындағы айырмашылық екеуінің арасына салқын түсірді. Әсет, сен үнемі жұмыстасың, бізді ұмытып барасың. Бізбен тіптен уақыт өткізбейтін болдың, деп Жанар жиі айтатын. Бұл мәселе Әсетті де мазалайтын. Бірақ ол әйеліне өзін жалғыз сезінетінін ашып айта алмайтын. Ол өзін босап қалған үйде өмір сүріп жатқандай сезінді. Жұбайының барлық назары балаларға ауғандықтан Әсетке жан жылуы жетіспеді. Ол басқа әлемнен, басқа адамнан сол бос орынды толтыруды аңсады. Бірақ ол бұл сезімдерін ешқашан әйеліне ашық білдірмеген еді. Кафеде. Сол кеште кафеде Айнұрмен кездескен сәтте Әсет әлде бір жылылық пен шынайылық сезді. Ол оны өзіне тартты. Айнұрдың жанарындағы таза әрі еркін өмірге деген сенім оны еліктірді. Сол сәттен бастап ол өзінің қарама қайшылықтарға толы ішкі дүниесінен құтылу үшін жаңа байланыс іздеуге дайын болды. «Сенің күлкің ерекше екен», деді ол Айнұрға алғашқы кездесуде. Бұл сөздер оларды жақындатқан алғашқы қадам болды. Екеуінің арасындағы қарым-қатынас осы бір қарапайым кеште басталып, болашақта үлкен сынақтарға апаратын жолға түсті. Уақыт өте келе, Әсет пен Айнұр жиі кездесіп жүрді. Олардың қарым-қатынасы барған сайын тереңдей түсті. Әсет өзін бұрын соңды болмағандай бақытты сезінді. Айнұрдың жастық жігері, армандарға толған көзқарасы оны жаңа өмірге жетелегендей еді. Бірақ осы уақыт ішінде ол өз отбасына деген қарым-қатынасын өзгертті. Тіпті қатты салқындап кетті. Ол Жанарға бұрынғыдай мейірімділік танытпай, оның кез келген сөзіне қатқыл жауап беретін. Бір күні Жанар кешкі асқа жайылған дастарханның басында: «Әсет, сенің жұмысың тіптен көп болып кетті. Бізге бір уақыт бөлмейсің, уақытыңды таба алмайсың бізге», деді. Әсет бұл сөздерді елемей, телефон экранынан көз алмады. «Жанар, жұмыс болмаса бұл үйді қалай ұстаймын? Қашанғы осындай ұсақ нәрселерді айта бересің?» деп ренжулі кейіп танытты. Осыдан кейін отбасы ішіндегі әңгімелердің тіпті азайып кеткені байқалды. Әсеттің балаларымен де қарым-қатынасы өзгерді. Бұрын олармен бірге ойнап, үй тапсырмасын орындауға көмектесетін болса, енді балаларының өтініштер мен сұрақтарына немқұрайлы қарайтын болды. Ол ішкі ойлары мен армандарында тек Айнұрдың бейнесін көретін. Жанар бұл өзгерістерді сезінді. Әсеттің телефонға байланып қалғаны, жұмыстан кеш келуі, жұмыстан шаршаған түрмен кіріп, ешкіммен сөйлеспеуі оның жүрегіне күдік ұялатты. Бір күні ол күйеуінің телефонына келіп түскен хабарламаларды байқап қалды. Ол хабарламада «Сағындым, ертең кездесеміз бе?» деген сөздерді оқығанда көзіне жас толды.
Бірақ ол ештеңе деместен Әсеттің әрекеттерін сырттай бақылауды ұйғарды. Әсет болса, бұл қарым-қатынасты барынша жасыруға тырысты. Айнұрға хабарласқанда үнемі ешкім жоқ, тыныш жерде болуға тырысты. Телефонын ешқашан үйде қалдырмады. Экранға пароль қойып, Жанарға күдік тудыратын жағдайларды болдырмауға барынша ұмтылды. Бірақ бұл жасыру әрекеттері олардың арасына салқындықты одан әрі арттырды. Бір күні Жанар оның телефонмен сөйлесіп тұрғанын көріп қалды. «Я, мен сені ертең көремін, қазір сөйлесе алмаймын, үйдегілер бар», деп күбірледі Әсет. Жанар енді шыдай алмады. Оның жүрегі шыдамсыздық пен ашуға толып жауап іздеді. «Әсет, бұл кімге сонша жұмбақтап сөйлеп жүрсің?» деп сұрады Жанар. Әсет орнынан атып тұрып: «Ей Жанар, сен маған сенбесең, не істеп отырсың бұл үйде? Сен бәрін өзің ойлап тауып, менен көретінің не?» деп айқайлады. Бұл жауап Жанарды тоқтатып тастағандай болды. Бірақ ол өз күдігін одан сайын тереңдете түсті. Оның күйеуі тек отбасынан емес, балаларының бақыты мен махаббатынан да алыстап бара жатты. Ол Айнұрды өз өміріндегі жарқын бейне деп санағандықтан, үйдегі қарым-қатынастарды толықтай елемей кетті. Әсеттің бұл екі әлемде өмір сүруі өз отбасы үшін үлкен қайғыға айналды. Ал Айнұр оның отбасылы екенін біле тұра, бұл қарым-қатынастың қайда апаратынына көз жұмды. Әсет пен Айнұрдың қарым-қатынасы барған сайын тереңдей түсті. Олардың кездесулері құмарлық пен жасырын сезімдерге толым болатын. Бір күні Айнұр күтпеген жаңалықты жеткізді Әсетке. «Әсет, мен саған маңызды нәрсе айтқым келеді». «Мен жүктімін», деді ол. Көздерінде үміт пен қорқыныш қатар жарқырап. Әсет бұл жаңалықты естігенде оның ойы сан түрлі сезімдерге толды. Бұл жаңалық оның өміріндегі ең маңызды шешімді қабылдауға итермеледі. Ол отбасын, әйелін және балаларына деген жауапкершілікті ұмытып, жаңа өмір бастауға бекінді. Кешкісін ол Жанарға осы шешімін айтуға бел буды. «Жанар, мен сені алдағанмын, және мен сені алдағаным үшін кешірім сұраймын. Бірақ мен бұлай өмір сүре алмаймын ары қарай. Мен басқа әйелмен, басқа өмірмен бақытты болуға тырысамын», деді ол. Жанар бұл сөздерді естігенде оның жан дүниесі қақ айырылды. Ол бірнеше секунд үнсіз қалып, содан кейін: «Әсет, мен сен үшін әкемнің көмегін сұрап, бизнесіңді бастауға мүмкіндік бердім. Сен бүгінгі жетістігіңе тек менің әкемнің арқасында жеттің. Біздің балаларымыз бар. Осы отбасының қадірін білмей, бәрін бір қайдағы әйел үшін қиратасың ба?» деді. Бұл сөздер Әсеттің жүрегіне бір сәтке әсер етсе де, ол шешімін өзгерте қоймады. Ол отбасы үшін бәрі аяқталғанын айтты да, заттарын жинап Айнұрға көшіп кетті. Бастапқы кезде бәрі тамаша болып көрінді. Әсет өзін жаңа өмірге енгендей сезінді. Айнұрдың жанына жақын болу оған бақыт сыйлағандай еді. Ол бір-бірімен жаңа отбасы болуға тырысып, бірге уақыт өткізіп, бірақ күнделікті өмірдің қиындықтары бірте-бірте көріне бастады. 2 ай өткен соң Әсет Айнұрдың өмір сүру дағдыларындағы кемшіліктерді байқады. Үйде әрдайым ретсіздік болатын, төсек орын жинаусыз қалып, ас үйде кір ыдыстар тау болып үйіліп жататын. Айнұр үй шаруасын ұқыпсыз жүргізіп, кейде бірнеше күн бойы тазалап қоймайтын, яғни тазаламайтын. Ол: «Мен де шаршаймын ғой, мен қазір үй жинау емес, демалуға жет маған», деп өзінің жүктілігін айта беретін. Тағам дайындау да мәселеге айналды. Бұрын Жанар дастархан жайып, отбасы мүшелеріне ұнататын дәмді тағамдар әзірлейтін. Ал Айнұрдың дайындаған тағамдары дәмсіз әрі асығыс жасалған болатын. Бұл жағдайлар Әсеттің көңілін қалдыра бастады. Бір күні Әсет жұмыстан шаршап келіп, үйдегі жағдайды көргенде ашуланды. Ол Айнұрға: «Біз жаңа өмір бастаймыз деп ойлаған едік.
Бірақ сен маған қолдау көрсетудің орнына бәрін тіпті қиындатып жібердің. Айнұр ренжілі түрмен: мен бәріне тырысып жүрмін ғой енді, Әсет, сен мені түсінбейсің. Үй шаруасына бола осылай ұрсатын ба едің? Деп жауап берді. Бұл сөздер Әсеттің көңілін одан әрі түсірді. Ол Жанар мен өз отбасындағы өмірді ойлай бастады. Жанар үйді таза ұстап, балаларға қамқорлық көрсетіп, Әсетке әрдайым қолдау болатын. Әсет ішінен: мен шынымен де қате шешім қабылдадым ба екен? Бәрін жоғалтып алдым. Үйде таза емес, тамақ та істелінбейді, бизнесім де құрып жатыр деп ішінен ойлады. Әсеттің ойы өткен өміріне жиі орала берді. Ол Жанардың мейірімін, балалармен өткізген сәттерін, үйдегі жылулықты сағынды. Сонымен бірге ол бүгінгі жетістіктердің Жанардың әкесінің көмегінсіз жүзеге асыра алмайтынын да мойындады. Әсет өз бизнесін бастаған кезде қаржы жағынан қиындық көрген еді. Сол кезде Жанардың әкесі оған үлкен қолдау көрсетіп, компанияны дамытуға көмек берген. Енді ол бұл көмекті ұмытып, отбасы мен балаларына жасаған опасыздығын сезіне бастады. Ол өзінің кешіруге тырысып, Айнұрмен қарым-қатынасын сақтап қалмақ болды. Бірақ шындық оның көз алдында тұр еді. Айнұр оның күткеніне сай болмай шықты. Бір күні ол Айнұрға қарап: біз бұл өмірді бірге бастай алмаймыз екен. Мен отбасымды жоғалтпауым керек еді. Кешір мені, бірақ мен қателестім, деді. Айнұр бұл сөздерді естігенде қатты ренжіді. Ол да өзіне: мен бәрін дұрыс жасай алмадым, деп ойлады. Алайда бұл ауыр әңгіме уақыт өте келе ұмытылды. Айнұрдың жүктілік мерзімі аяқталып, ол дүниеге қыз баланы әкелді. Бірақ нәресте өмірге келген сәтте-ақ дәрігерлер оның денсаулығында ауыр ақаулар бар екенін айтты. Әсет пен Айнұр бұл сөздерді естігенде қатты күйзеліске түсті. Нәресте тек бірнеше сағат қана өмір сүрді. Бұл қайғы олардың өміріне үлкен сынақ алып келді. Айнұр баласын жоғалтқаннан кейін мүлдем өзгеріп кетті. Ол терең депрессияға түсіп, ештеңеге зауқы болмай, күндерін бөлмесінде жатып өткізе бастады. Оның көзіне жас толып, әрбір нәрсе оған ауыр тиетін болды. Ол Әсетке бірнеше рет: неге бізге осындай сынақ берілді екен, Әсет? Неге бәрі осылай аяқталды? Деп сұрақ қойды. Бірақ Әсет оған қолдау көрсетудің орнына бұл қайғыдан өзін аулақ ұстауға тырысты. Ол жұмыстан кейін достарымен бірге ішімдік ішіп, үйге кеш келуді әдетке айналдырды. Үйдегі ауыр атмосферадан қашып, өзін сыртқа шығарып жіберіп, өзін сыртта достарымен уақыт өткізіп, өзін сыртта жұбатқандай көрінді. Айнұрдың жалғыздығы тереңдеп, оның жан дүниесі бұдан әрі шыдай алмады. Уақыт өте, Әсет өзінің бұл қарым-қатынасты жалғастыра алмайтынын түсінді. Ол үшін Айнұрдың депрессиясы мен үйдегі ретсіздік қабылдай алмайтын жағдай болды. Бір күні ол Айнұрға қарап: мен енді бұлай өмір сүре алмаймын, Айнұр. Біз екеуміздің жолымыз әртүрлі. Кешір мені, бірақ мен кетемін сенен, деді. Айнұр бұл сөздерді естігенде көзіне жас алып үнсіз қалды. Ол бұл жағдайға қанша дайын болғысы келсе де, Әсеттің оны тастап кетуі оған өте ауыр тиді. Әсет болса өз отбасына оралуға бел байлады. Ол Жанарды қайтару үшін және бұрынғы өмірін қалпына келтіру үшін барын салғысы келді. Бірақ ол үйге қайтып келгенде бәрі өзгеріп кеткен еді. Жанар бұл 10 ай ішінде өз өмірін мүлдем өзгертті. Ол балалары үшін бар күшін салып, жаңа өмір бастауға бел буды. Осы уақыт ішінде ол Ерлан есімді ер адаммен танысып, онымен жақын қарым-қатынас құрды. Ерлан тек Жанардың сүйіктісі ғана емес, сонымен бірге балалардың сенімді досы мен қолдаушысы болып үлгерді. Ол балалармен ойнап, олардың оқуына көмектесіп, Әсеттің әкелік рөлін толығынан өзіне алды. Әсет бұл туралы білгенде қатты ренжіді. Қайғыланды. Ол бір күні Жанармен сөйлесуге тырысты.
Жанар, мен қателестім, бірақ енді бәрін қайтадан бастағым келеді. Балаларының әкесі болуға, барлығын жасауға дайынмын деді. Бірақ Жанар оған салқындылықпен жауап берді. Сен өз таңдауыңды жасадың, Әсет. Мен сенің шешіміңмен келістім сол кезде. Және одан кейін өмірімді барынша қайта құруға тырыстым. Енді мен балаларға өзіме қамқорлық көрсететін адамды таптым. Бізге Әсет енді қайтып келме деді. Бұл сөздер Әсеттің жүрегіне ауыр соққы болды. Ол балалармен сөйлескісі келді, бірақ олар Ерланды әкесінде жақсы көріп қалған еді. Әсет мұндай соққыны көтере алмады. Оның кәсібі де біртіндеп құлдырады. Жанардың әкесінің қолдауынсыз ол бизнесін дұрыс басқара алмай, бірінен соң бірі сәтсіздікке ұшырады. Ақыры оның компаниясы жабылып, ол барлық жиған тергенінен айырылды. Ішімдік әуестігі күшейіп, ол енді мүлдем басқа адамға айналды. Қарапайым күнделікті өмірден айырылып, өзінің бұрынғы жетістіктерін аңсады. Бір күні көшеде өзінің балалары мен Ерланды бірге көргенде, оның жүрегі мүлдем қирап қалғандай болды. Мен бәрін жоғалттым. Отбасымды, балаларымды, әйелімді, тіпті өзімді де жоғалттым деп өзіне өзі күбірледі. Ол енді ештеңені өзгерте алмайтынын түсінді.